Көбінесе қазақстандықтар майданның ең қауіпті аймақтарына түскен. Қазақ Советтік Социалистік Республикасы жауынгерлерінің ерліктерін Кеңес одағының маршалы Георгий Жуков жоғары бағалаған. Бұйрық номер 024-тен 141-ші Киев Қызыл Ту дивизиясының 687-ші атқыштар полкі бойынша 1944 жылдың 25 шілдесінен соғыстағы әскер КСРО жоғарғы кеңесі президиумының атынан за отвагу медалімен марапатталады. 9-шы атқыштар ротасының атқышы қатардағы Тұрғынбаев Камел 1942 жылдың ақпан айынан бастап отан соғысына қатысып 4 рет жараланған. 3-ші атқыштар дивизиясының құрамында әрекет етіп, бірінші болып көтеріліп, жауға шабуыл жасады. Ол жаудың 2 жауынгерін өлтірді. 1910 жылы туған. Қазақ партиясыз колхозшы. 1942 жылы 15 ақпанда Амангелді аудандық әскери комиссариаты Қызыл армия қатарына шақырылған. 687-ші атқыштар полкінің командирі майор Киселев, штаб бастығы капитан Смолинов. Бұйрық номер 028-ден 141-ші Киев Қызыл Ту дивизиясының 680-ші 7-ші атқыштар полкі бойынша 1944 жылдың 12 тамызынан бастап соғыстағы әскер КСРО жоғарғы кеңесі президиумының атынан за отвагу медалімен марапатталады. 9-шы атқыштар ротасының санитары қатардағы жауынгер Тұрғынбаев Камел 1944 жылы 23 шілдеде Днестр өзенінің батыс жағалауында плацдармды кеңейту шайқасында 24 жаралы жауынгер мен 1 офицерді ұрыс даласынан алып шығып, оларға көмек көрсетіп, батальон пунктіне тасымалдағаны үшін 687-ші атқыштар полкінің командирі майор Онищенко, штаб бастығы майор Коробкин, қор 33-ші, түгендеу 717.037, файл 1549. Камел Тұрғынбайұлы 1910 жылы қыркүйекте Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Торғай өңірі, Қарынсалды өзенінің бойында дүниеге келген. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталып, сол жылы қыркүйек айында соғысқа аттанады. Майданда атты әскер құрамында болып, Ростов-на-Дону қаласын жаудан тазартудан бастайды. Курск доғасында шайқасқа қатысып 4 мәрте жараланады. Польша жеріндегі Варшаваның түбінде ауыр жараланып кейін, шегіну кезінде блиндажда бинокльмен қарап тұрған 2 маршалды кездестіреді. Олар Константин Рокоссовский мен Иван Канев еді. Олар атамыздан соғыстың қалай жүріп жатқанын сұрап, көліктермен әскери госпитальге жеткізіп салады. Камел Тұрғынбайұлы Варшава, Житомир, Витебск, Киев, Воронеж, Белград, Сталинград және тағы да басқа ірі соғыс операцияларына қатысқан. 1944 жылдың 27 шілдесінде за отвагу медалімен 2 мәрте марапатталады. Украина жері Днепрді алу операциясында 1500 неміс офицерлері мен солдаттарын тұтқынға алған үшін рота солдаттары мен Кеңес одағының батыры атағына ұсынылады. 1944 жылы 31 шілдеде отан үшін шайқаста 141-ші атқыштар дивизиясының атқышы қатардағы жауынгер Тұрғынбаев Камел сол жақ буынынан өткен оқтардан өте ауыр жарақат алды. 1944 жылдың тамызынан қарашасына дейін 4 далалық госпитальда 1944 жылдың 13 қазанынан оның 8 желтоқсанына дейін 5990 эвакуациялық госпитальда емделді. Ауру түрі 227 туралы куәлікке сәйкес 1944 жылғы 6 желтоқсан 5990 госпиталь комиссиясы госпиталь бастығының 1944 жылғы 12 желтоқсанда жаралану өкімі бойынша қарулы күштер қатарынан босатылды. Осындай құнды деректерді болашақ ұрпаққа жеткізу біздің борышымыз. Ата-бабалардың ерлігін ұмытпай есте сақтауы керек. Ер есімі ел есінде. Көз жібердім тарихтың төтесіне. Шумақ жаздым Камел әкемізге. Қансырап майданда жатса дағы, қайта тұрып от кешті сенесіз бе? 4 мәрте жаралы болып қайта тұрған. Жалдамадан атқа қонған батыр ұлан, қорғаған Алдияр баба аруағы, сан мәрте шепті бұзып жауды қырған. От кешкен 30-дың ортасында, туа біткен қайсар мінез арқасында, ұрпақ үшін басын тікті өлімге, оқтан бұғып, соғыстан бас тартасын ба? Кез еді оқ борап қарша жауған, аспаннан бомба түсіп полк қырған, аяқ қолдар жұлынып бара жатты.
тарыдай оқталайлардың жанын алған. Отан үшін сабаздар жанын қиған. Шыбынжан бір тарының қауызына сыйған. Ораған оқ басынды бір көтертпей, алға деген жалғыз ұран қалып қойған. Батыр боп еліне аман оралған. Бар ғұмырын туған жерге арнаған. Жастық шақта қан кешіп ел үшін, кеудесінде алтын жұлдыздар самсаған. Көзіміз көрді жас кезде батырларды, мадақ тұтып марқайдық жақындарды. Бұл күнде бәрі де өмірден озып кетті. Еске алып дұға қылдық жақындарды. Автор Темірбек Қалықов.